Видео бастамастан бұрын Нуранет арнасына үлкен рахмет айтқым келіп тұр. Себебі ол менің арнама, менің видеоларыма өзінің сообществосында жарнама жасады. Бәріңе сәлем достар. Сіздермен бірге Дольф. Ал бүгінгі видеода мен сіздерге Игра в кальмара деген сериал туралы айтатын боламын. Ал видеоны бастамастан бұрын мен видеоның астындағы подписаться деген кнопканы басайық және лайкты да басайық. Одан кейін видеоның астында комментарий жазып кетейік және жаңадан шығып жатқан видеоларды ұтып алмау үшін қоңырауды да басайық. Бұл маған өте үлкен қолдау және көмек. Ал енді сөйлей бермей тезірек бастайық. Хей, сендерге осындай ойна немесе өл деген фильмдер мен сериалдар ұнайтын шығар, иә? Маған да өте қатты ұнайды. Қазіргі кезде ондай фильмдер өте танымал болып кеткен. Ал осы Игра в кальмара оған бір мысал. Мен өзім бұл сериалдың әзірше тек 7 сериясын көріп үлгердім. Иә, мен бүкілінен қалып өткенмін. Себебі менің оны көруге уақытым жетпей жатыр. Енді өзім туралы емес, тезірек осы сериал туралы айтайын. Бұл сериалдың режиссері және негізгі авторы Хван Дон Хёк. Ол бұл сериалдың сценарийін уже 2008 жылы жазып қойған болатын. Бірақ ол кезде оның ақшалай жағдайы тура осы ойынға қатысқан адамдардікіндей болған. Сондықтан оның сериалы тек қазір ғана жарық көріп, біз көріп отырмыз. Ол осы 2021 жылы 17 қыркүйекте Netflix-та жарық көрді. Бұл сериалда барлығы 6 ойын бар. Олар қызыл жарық, жасыл жарық, печеньеден форма жасау, арқан тарту, шариктермен ойнау, әйнектің үстіне секіру және ең соңғысы сол Игра в кальмараның өзі. Ал осымен менің бұл сериал туралы айтатын нәрсем бітіп қалды. Ал қазір мен жасаған осы сериал туралы кішігірім анимацияларды көріп кетейік. Қызыл жарық, жасыл жарық. Али, мені құтқаршы. Жоқ. Осымен видео өз соңына жетті. Бірақ мұңаймайық. Себебі менің арнамда одан кейін тағы да әлі көптеген өте қызықты видеолар шығатын болады. Бірақ оларды өткізу болмау үшін мен видеоның басында айтқандай, менің арнама тіркеліп, одан кейін қоңырауды басып кету керек. Сонда сендер точно мен жаңа видеоларымды өткізіп болмайсыңдар. Ал енді сендермен бірге болған мен Дольф. Бәрінде сау болыңдар.